Арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі жаттығулар омыртқаларға болмақ. Дәл осылай тұрамыз. Оң қолымызбен сол аяғымызды, сол қолымызбен оң аяғымызды алдыға, артқа созу арқылы жасаймыз. Жаттығуды асықпай, ішке терең дем алып, сыртқа шығару арқылы жасаймыз. Басымызды тік осылай ұстаймыз. Ал екінші жаттығуымыз белімізді төмен түсіріп, жоғары көтеру арқылы жасалатын жаттығу. Бұл түйе немесе мысық деп аталады. Жалпы орысша верблюд и кошка деп те жатады. Сондықтан кішкене дене бітімінде ақаулары бар зақымданған адамдарға өте кішкене ауырлау жаттығу. Сондықтан абайлап, баппен жасаңыз. Дәл осы жаттығуды жасап біткеннен кейін осылай қолыңызды алдыға созып, біраз уақыт 30-35-40 секундтай жатып алсаңыз, тамаша дем алып қаласыз.